Шетелдіктерге және азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан Республикасында уақытша тұруға рұқсат беру қызметін алу үшін пайдаланушы, шақырушы тұлға егов.кз порталында келесі сілтеме бойынша өту керек. Басты бет азаматтарға, азаматтық миграция және миграция, шетел азаматтарына Қазақстан Республикасына кіру және азаматтығы. Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан Республикасында уақытша тұруға рұқсат беру. Бұдан кейін порталда авторизациядан өтіп, қызметке онлайн тапсырыс беру батырмасы бойынша өту қажет. Қызмет түрін таңдау қажет. Уақытша тұруға рұқсатты алғашқы беру немесе оны ұзарту. Кім өтінім беретініне байланысты келу мақсаты. Егер жеке тұлға болса, онда келесі мақсаттарды таңдау керек. Отбасымен кездесу, жұмыс және бизнес иммигрант. Егер заңды тұлға болса, онда емдеу, білім беру, жұмыс және миссионерлер. Бұдан кейін шетелдік азамат туралы мәліметтерді толтырып, тиісті құжаттарды тіркеу қажет. Электронды цифрлық қолтаңба көмегімен немесе SMS пароль арқылы сұрау салуға қол қою керек. Сұрауды сәтті өңдеу кезінде мемлекеттік органнан жеке кабинетке өтінімнің орындалуы туралы хабарлама келеді.